ертеде бір әдемі үйде қызыл телпекті қыз өмір сүріпті. Таң атып жан-жануарлар бүкіл табиғат ұйқыдан оянған кезде қыздың анасы бәліш пісіруге кіріседі. Дәмді бәліштері дайын болған соң, анасы қызын шақырады. Қызым, келе ғой. Ау, анашым, бүгін біздің үйге әжем келеді ме? Өкінішке орай әжеміз ауырып қалды, сондықтан келмейді, бізге келе алмайды. Байқына, бәліштерді оған апарып келші, дәмін татсын кішкене. Бірақ қызым, орманның оң жағымен бар, сол жағымен барсаң, қасқырларды көресің. Абай бол. Жақсы, анашым. Сау болыңыз. Сен кімсің? Қайда бара жатсың? Мен қызыл телпекпін. Анам беріп жіберген бәлішті әжеме алып бара жатырмын. Ой жарайсың, қандай ақылды қыз. Сен мына жолмен бар, сен тезірек жете аласың. Ой, рахмет. Қасқыр қызыл телпекті қызды алдап, адастырып жібереді. Ал өзі қысқа жолмен әжейдің үйіне жетіп алады. Әженің үйіне келіп, есікті қағады. Бұл кім? Мен немереңіз қызыл телпекпін, әже. Жарығым-ау, кіра ғой, есік ашық. Қасқыр үйге кіріп, әжейдің қасына келеді. Әй, сен менің немереме ұқсамайсың ғой. Сенде құлағың ұзын екен, құйрығың бар, тісің де өткір екен. Сен менің немерем емессің. Мен қасқырмын. Сен немеріңді жолда адастырып, сені жерге келдім. Әжей саспай, ойланып бір қулық табады. Қасқыржан, сен мені жеудің алдында қолыңды жумадың ғой. Қасқырлар қолды жуу керек тамақ жеудің алдынан. Бар қолыңды жу. Сен дұрыс айтасың. Мен тез қолын жуып келейін, ал сенің орнында қозғалмай отыр. Қасқыр өзенге қолын жууға келеді. Ал жолда адасқан қызыл телпек орман ішімен келе жатып аюға кезігеді. Сен кімсің? Орманда не істеп жүрсің? Мен қызыл телпекті қызбын. Аюжан, сен сондай әдемісің, сондай жұмсақсың, сен сондай мейірімді екенсің. Аюжан, мен адасып қалдым, маған жол көрсетіп жіберші. Мына жолмен жүр. Рахмет. Мен қолымды жуып келдім, енді сені жеймін.